Жұма күніңіз қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалынан 1107 күні кетмекте. Эфирде заман студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Москвада мұхалиф Алжи Илдар Дадин тұтылған. Осабадан Москвадаки жезаларыны еріне кетіру федераль қызметі бинасы оғынды бірдемлік наразылығы кечірмек үшін шыққан. Дадин ве меслектеші Лев Пономарев бірер тұрып, бұл қызметінің Карелиядаки ел башысыны истифаға йолламақны талап етелер. Полиция қадемлері Дадинны тұтып, арабаға отыртып алып кеткен. Илдар Дадин 2015 сенесі дефалар же митинг кечіру қайделеріні бозмақта қабатланып, 2,5 елға апске ташланған еді. Оның наразылық акциялары Путиннің сиясетіне қаршы еді. Февраль айының сонында Русияның юқары махкемесі қарарыны қанунсыз деп танып, Дадинны азат еткен еді. Вы должны озвучить, что я нарушил, и озвучить мои права. Не, сначала озвучьте, как положено, по 5 статьей Федерального закона о полиции, озвучьте, что я нарушил. Вы не озвучиваете мои права, не озвучиваете, что я нарушил. Нет, не в машине, при задержании. Вы озвучьте, соблюдите закон. Федеральный закон о полиции. Что я нарушил, озвучьте, что я нарушил. Не пойдемте, озвучьте, а вы кто такой? Почему? Озвучьте, на каком основании меня задерживают. Озвучьте мои права, возникающие при моем задержании. Зачем? Нет, вы сначала озвучьте. Вы сначала... Почему вы нарушаете... Почему вы, будучи властными полномочиями, нарушаете мои права? Озвучьте, на основании чего вы меня сюда засовываете. Озвучьте, на основании чего вы меня задерживаете. Озвучьте причину задержания. Присядьте, пожалуйста. Вы Я его не знаю, занимающий, не показываю. Вы бандит, занимающий... Қырымда işgalciler тұтқан Сейт Ибраим Зейтулаевке 5000 рублелік жеза белгілеп азат еткенлер. Бұны құқорчалайжылар білдіре. Қарарыны Түневін Эрмени базар махкемесі шығарған. Зейтулаев бір ай велсі işgal олынған Қырым мемури сыңырында тұтылып, сыңырны қанунсыз кечмеге істей деп қабатланды. Бір ай оны таққат изоляторында тұттылар. Зейтулаевны мемури сыңырны қанунсыз кечкенінде қабатлы деп таныдылар. Украина халқара Гаага махкемесінде Русияге қаршы ашқан давасында қарар шығарылуы бір жылға созыла біле. Бұны халқара құқығы мәселелерінде әділиеже Антон Кореневич білдіре. Оның сөздеріне көре, дава Гаага махкемесінде бақылмасы кереклігі таздықланса, қарар тек 5-6 елдан соң шығарыла біледір. Бұл вақыт девамында іш бақылуы өткерілежектір. Украина Русияны екі халқара конвенция бозылуында қабатлады. Бұл терроризм дестекленуі ве ұрқ айрымы қолануыдыр. Бұл күнлері Украина махкемеге өз избатларыны тақдим етіп, махкемені іш бақылған вақытқа қадар Русия конвенцияларыны бозмамасына чағырды. Межлисні Украинадаки Романияның февқулядеве векелетлі елшісі Кристиан Леон Цуркану зиярет етті. Межлис азалары Қырымтар халқының лидері Мустафа Джемилевнің ел басшылығында işgal олынған Қырымда тамыр халқа қаршы олған репрессиялар ве онлар же күтлеви хабер васталарының Қырымдан Украинаға мejburin көчкені аққында екайы етті. Романия дипломаты ярмада Русия işgalінден азат етілмеген же тежауыз мемлекетке қаршы yollanılған санкцияларны девам етмек кереклігіні білдірді. Біз мejlis temsilcilerinin семерлі иш алып бардық. Біз үшін Қырым-татар халқының ақлары мәселесі ғайет мұйым. Чүнки Романияда бұй Қырым-татар жематчылығы бар. Біз тамыр халқықларының бозылуы ақында лаф еттік. Бізда бір кере Қырым-татар ве Украин халқының дестекленмесі бойынша өз позициямызны қайдеттік. Авропа бірлігінде санкцияларының тарқатылу жетвелі üzerinde çalıştım. Bu istilacıға қаршы yollanılған санкцияларының işletuv meselesinde gayet mühim rolünü oynay. Romanya biz için pek mühim. Anda bizim büyük diasporamız var ve bu devlet Ukrayna territorial bütünlüğüne kol tuta ve işgalini tanımay. Avrupa Birliği'nde ise sanksiyalarının devam edilmesinin kızgın tarafdarıdır. Olar Kırım azat etilgenine kadar bizge kol tutmağa işandırdılar. Onun için sanksiyalarını şiddetleştirecekler.
Карасу-Базар районын Кирпичная Бурчек койынан сакинлері кой янында крематорий Олю Айван Яков меркезі тешкіл етілгеніне наразылық білдірелер. Кеченлері санэпидемстанция хадимлері койден 200 метр месафеде онларнен олю домызларыны кетіріп яққанлар. Сакинлер білдіргенне көре айванлар Африка тауыны чумадан өлген. Шымды олар хасталық тарқала білежегінден қорқалар, чүнки хасталық топырақ асты суларға да кече біле. И как нас уверяли, что там... Бізге олар ершейіні жейштіріп комып кетмеге ишандырдылар, ләкин бір шей япмадылар. Балаларымыз бұл елінен мектеп балабақшасына қатынайлар. Ершей анда ятқаны ерінде ята, кой көпеклері андалар, олар бір шейлер андан ташыйлар, яқында койге де кетірерлер. Там же должен быть бетон. Юқоншыл хасталық топыраққа кечмемесі үшін анда ең аз 20 сантиметр қалыңлығында бетон олмақ керек еді. Шымды юқоншыл хасталық топырақтан су асты суға кече біле. Бұл бізні пек ачуландыра, чүнки домызларны домыз тұтмаған кой янына кетіріп яқтылар. Ахмеджетте Қырым Йылдызлары бала ойын ансамблі ана қуанчы программасыны тақдим етті. Концертте 300-ден зияде бала чықышта болынды. Ойын тақымынан ребері Майе Анафиева балалармен берабер озы де ойын саналыштыруларында иштирак етті. Салон рық-марық толы еді. Бұл концерт программасыны ойынжылар апрелінің 2-сінде де тақдим етмеге азырланалар. Море эмоций, позитив. Пек güzelте сұратлар қалды. Балаларымыз бұл біздің яшайышымыз. Олар бізге бүгін байрам тешкілеті бағышладылар. Олар Анаве биталарына бұйық бақшыш яттылар. Оларның ожасы Майя Анафиева ве Қырым ансамблінің ярарлығыдыр. Заслуга учителя, Майя Ханум, ансамбля Қырым в целом. Пек эйті сұратлар алдық. Біздің яш несілімізге машалла айтамыз. Мен белесем келечегіміз барлақ олacak. Чүнки бөле йылдызларға баққанда әр вақыт ғурурланасың ве келечекке тек яқшы әйі тесуратлар бағлайсың. Әр вақыт олғаны кебі концерт пек яқшы кечті, пек чоқ серджі келді. Белесем еркез бегенгендір, пек güzel олды. Балларға машалла, базалары тек бір елдан берілі ойыннен ұғрашалар. Яңы нумайшылар қойдық. Урбаларымызны біле деңіштіріп етіштірмедік. Мен пек мемнуным, балалар сақ олсынлар. Бұсатқа олған соңки қаберіміз әдепіңізге қайырлы күнлер тілейм. Жұма күніңіз қайырлы ішлерінен екуленсін. Бетеке яйынларымызны қачырманыз қорыш кенже.